қазақпай деген наоборот бір некачественный заттарды беріп қояды да. Міндетті түрде қазақ тілінде болу керек деп. Бірақ сен көп боқтайды екенсің де көрдім. Акиматты белгіледің, Тараздың акиматын белгілеп, қымбат машиналарды суретке қойып қояды. Мал, әлі армандап жүрсің ба? Көтерсе, құйрығың бар, жұмыс істе. Патриархат деген кезде бізде ойлайды, ол еркек басшы система управленияда басшы еркек болса, ол патриархат болады. Өзім шеше беріп шаршап кетемін да. Әйел адам көп шешім шығаратын болса, шаршайды. Еркекке сол рөлді беріп қойған дейді. Қаша бір шыққым келеді, кіргім келеді, обязательно бір кіргім келеді. Но бірақ ол басқаларға ұқсамау керек. Біздікі мүмкіндігінше ерекше болу керек, необычный болу керек. Одан кейін міндетті түрде қазақ тілінде болу керек деп бастадық. Сонымен осы. Негізі бірінші сұрақ демеймін енді мынандай. Мен бір рекет салдым. Бір рекет салмас бұрын тісім қисық болды. Сонымен бірінші рет видео түсіріп салған кезде ең алғаш комментарий келді. Типа, тісің тісте болса деп. Иә, мыжып сөйлегенше тісін тістеп ал деді. Осыдан кейін бір сұрақ. Сіздер яркий, кез келген әңгімені прям бетке айтатын адамсыздар. Сондықтан сұрағым келетін, хейтерлармен қалай сөйлесесіздер, қалай шешесіздер? Олар еще тиктокта тіпті өте қатты сөйлейді, себебі біз эксперттер түсіреміз ғой. Олар біраздан ролик салады, Алматыдан өшіріп салсам бола ма? Не істеймін дейді. Сол жағдайда не істеуге болады, қалай істесек болады? Если хейтерлар жазса ма? Хейтерлар мысалы. Менің случаемда мен сразу блокқа жіберемін. Если какой-то бір негатив жазса, мен сразу блоктап тастаймын. Нервімді ауыртпаймын просто. Неда хейтерлар менің ойымша екі категорияға бөлінеді деп ойлаймын да. Андай хейтерлар бар, которые вот сенсіз вот саған жазылып алып хейт айтатындар бар да. Жаңа қазір неше түрлі рилстар түсіріп жатырық, тикток түсіріп жатырық. Саған сені танымайтын, саған не заинтересованный аудиторияға кетіп қалды, неда интересныйға. Олар вряд ли ол сенің кейін клиентің болады да. Сондай жағдайда мен блоктаймын. А когда я вижу, что хейтер подписан на меня, мен отыра беремін. Маған бәрібір. Жақсы. Бірақ мен сіздің аккаунтыңызда ғана хейтерларға жауап береді көріп күліп отырамын. Маған анау өтті, бір рет стористарды көріп отырмын, Нұрекен бүйтіп жазып жіберген біреусіне. Бір комментарий қалмай, курс сатпаш бір нәрсе деп жазғанға. Андай жұма мүбәрәк болсын бір нәрсе дегенге. Иә, жұма мүбәрәк қой, осындай, бірақ сен көп боқтайды екенсің де жазып жіберген. Неше постына жазғансың? 2-3 постқа еще ана бүкіл бір 10-15 посты бар екен, бәрін астына жазып шықтым. Айттым сондай деп. Вообще бір жігіт, Тараздың бір жігіті боқтап жаман қылып жазып жіберген ғой маған. Сөйтімде инстаграмына кірсем инстаграм ашық, менімен қатар жігіт, бала шағасы бар, әйелі әжептеуір, әп-әдем әйелі бар, әп-әдем бала шағасы бар. Сөйтіп алдында жаздым. Мына бала шағаға сен қандай тәрбие беріп жатсың, боқтап сөйлейсің деп ше. Мен айтам, әйеліңіз әжептеуір екен, әйелінің атын біліп алдым, әйелінің инстаграм біліп алдым, әйелінің инстаграм белгілеп қойып, сіз күйеуіңізге кішкене тәрбие берсеңізші, қадағаласаңызшы. Содан кейін акиматты белгіледім, Тараздың акиматын белгілеп, айттым, мына кісі общий қайда қарап жүр деп жаман сөздер айтады, отырып алып, жәндегідей боқтау сөздер айтады, бірақ 3 баланың әкесі бала шағасына ол болатын болды, сіздер кішкене контрольға аласыздар ма деп айттым да. Ана жақта шум болып кетті. Ол кісі айтады, жазады маған, брат, кешірші деп. Удалить етіп тасташы ана комментарияның бәрін деп. Өзі удалить етуді білмейме бір нәрсе. Мен айтам, сен мен подкасттарын қарап шық, Әлбекпен және Бәкемен болған подкасттарды қара, сосын я подумаю. Сөйтіп мен ұйықтап қалдым. Мен бүкіл подкастымды қарап шыққан, сөйтіп 100 шақты смс жазған ғой маған. Директке жазса, брат, оказывается, сен жақсы адам екенсің, кешірші, брат. Комментарияды удалить етіп тасташы, болды, қайталанбайды. Мен обязательно Алматыға келсем, сен рестораныңа барам, тамақ жеймін, касса жасаймын саған. Туда-сюда деп. Иногда болады менде, психовать етіп кетемін да. Ерінбеймін, короче, до конца топить етіп тастаймын.
бірақ оларға Хейтерлар. прям андай жаман идея жоқ иә оның каждыйына бір или ол прикол ретінде ме или как Жоқ, вообще прикол или ретінде. жынданып па шынымен де ей ол или шынымен хайт тиіп кеткендіктен ба мә анау бірақ шынымен тиіп жоқ күйіп кетесің да, мысалы кейбір жас балдар жазады да, и қолдарынан әлі түк келмеген, еш нәрсе істемеген бір успехқа жетпеген балдар жазады ғой, инстаграмына кіресің, көктей тауып көрмеген деңізші. иә, қымбат машиналарды суретке қойып қояды, бір өзінің емес, өзінің машинасы емес бір машиналардың алдында суретке түседі да. Иә, сөйтіп түседі, иә. И мен солардың астына жазып жіберемін. Ей, мал, әлі армандап жүрсің ба? Көтерсе, құйрығың бар, жұмыс істе. Маған жаман сөз жазғанша, мынау армандап жүрген машинаң бар, сатып алсай бар, жұмыс істе, сатып ал деп жазып жіберемін мен. Мен ондайға уақытым Иә. жоқ. сіз ше сізде қандай жесткий хайт қандай болады негізі Менде прямой эфирларында еркелер отырады. Осы қатын өмірі ауыз жабылмайды екен, не айтады екен сосын иә айтамын деймін мен. Сен өтірік тыңдап отырып қарасаң маған жазылып алып мен эфирлар бірінші болып кіреді ғой еще. Это такие хейтеры, мысалы өзің саған жазылып алып бірақ негатив жазатын хейтерлар на самом деле это твои самые лучшие поклонники. Ол бір күні сенің адвокатың болып шығады. Потому что не істеп жатыр, ол отыр да саған жазылып алып бүкіл сенің стористарыңды, бүкіл сенің эфирларыңды қалдырмай көріп, негативный болса да комментарий қалдырып жатыр. Он испытывает в твою сторону эмоции. Яғни ол саған эмоциональный инвестиция құйып жатыр. Бір күні ол шығару керек қой. Он будет твоим клиентом. прикольно вообще басқаша иә мысалы ондай хайт Мен отыра беремін. бірақ қараңыздар прикольно мынандай нәрсе мен мысалы әйелімді қазір упаковкалап бүйтіп шығарып жатырмыз ғой бірге инстаграмда жүрейік өзімізге де қызық болғандықтан бірге осындай деп сіздер неге көрсетпейсіздер вот смотрю сіздер половинкаларыңызды қарасты или олар не хотят инстаграмға шығуға потому что мысалы көбісі мысалы мен білетіндердің көбісі инстаграм наоборот көрсеткісі келмейді да жақындарын әйелдерін болмаса күйеулерін тып тыныш өздері ғана жүре береді ана наоборот камераны бүйтіп көрсе қашады типа ей жоқ түсірме лучше деп сіздер неге көрсетпейсіздер или оны по идее опасно ма негізі көрсеткен зиян ба Жоқ, мен әйелім өзі түскісі келмейді инстаграмға. Түскісі келмейді, бірақ мен оның перепискаларын салып тұрамын ғой. Иә. Көріп тұрамыз ғой. Иә, перепискаларын салып тұрамын. Өзі прям үзілді кесілді. Ойбай, түсірмеші дейді. И үлкен балам тоже түскісі келмейді, қинап түсіріп жіберемін иногда. Менде ұлдарым да күйеуім де не хотят. Олар вообще инстаграм әлемінен бөлек. Мен үлкенімде бар, баламда инстаграм бар, екіншісінде жоқ. Мама инстаграм это кринж дейді. Сосын сразу камера қоссаң, ты на нас зарабатываешь свои лайки. Түспе, түсірме. И жолдасымда бар инстаграм, қарап отырып, мен егер жеке парақшамның астына қарасаңыздар, мен күйеуімнің суреттері аккаунты бар негізінде. одан Он не хочет. мен сізді еще живой көрген кезде таңғаламын бізде съемка болды ғой недавно съемка болды андай инстаграмды көріп аламын да ё-мое андай жүрексіне болып мынау роза ханыммен түсіргенде қалай болады екен қазір бізді баса сала ма сразу келе салып көрсеткен иә келсем нормально спокойно бірақ инстаграмдағы образ бен өмірдегі образ как будто сәйкес емес сияқты болып қалды да былай болады ғой өмірде добрый спокойный а бірақ камераны қосқан кезде мә саған жұмыс жоқ еркекке тұрмысқа шықпа деймін деп тұр ана жіберіп отырсыз да или ол қалай или камера рект басылған кезде екінші образ қосылып кете ма или қазақтар Менде өзімде мынандай не бар айтамын ғой мен өзімде внутренний субличностьтарым бар менің біреу жаңағы роза ше шымкентский біреу шымкентский таксист ол машинаға қосылады ол жаңағы айдайтын кезде ше сондай сияқты маған ұнайды өзім сондай субличностьтарым бар и сосын ол определенный жаңағыдай егер спокойный бизнес туралы сұрақтар болатын болса прямой эфирде мен спокойно жауап бере беремін тура осылай әңгімелесіп бірақ жаңағыдай қарым қатынастағы трэш бар ғой жаңағы мамасының баласы деген ше диванный водитель күйеуі тағы бірдеңе сондай сұрақтар басталған кезде мен нервім ойнай бастайды и в основном естественно самый эмоциональный жерде рилсқа қосқаннан кейін в целом парақшаны қараған кезде ощущение как будто мен тек қана сондай адам сияқты болып көрінемін да прикольно Получается, сізде бірнеше образ бар да иә инстаграмда? жақсы Жақсы. Менде бір ақ образ бар. сіз бөлсеңіз болады Негізі ойлағам, бір 2-3 образ таңдап алу керек еді, чтобы аудитория іші пысып қалмасын деп ше. Бір күн Нұрбол, ақмақ Нұрбол, ақалды Нұрбол деген сияқты. Или там бизнесмен Нұрбол деген сияқты. менде бар тағы бір образым бар Роза Төлдиярна деген
ол жаңағы соңғы акиматқа бір документтермен сөйтіп жүрген кезде сондай стористарасында айтқан кезде, бизнес туралы айтқан кезде сондай, немесе бір ақылды контент айтқан кезде мен роза түрлерінен қосқайым сол кезде ше. А так прямой эфирде роза вообще ғой. Шымкентская. Жібер Әпше дейсіз. Әпше. Именно. Одан енді съемка кезінде, я помню, бірінші кездесу болады бізде. Роза ханыммен кездесу болады, сол кездері сұраймын осыны. Жалпы андай патриархат, матриархат, феминизм деген түсініктер бар ғой қазір. Еще көресінде осы жайлы сол кезде ғана білдім мен негізі. Феминизм деген не нәрсе, оказывается, патриархат деген тек қана еркек главный емес, кейде наоборот әйел болмаса енесі сондай дейді екен. Сол жайында бір ашық өтсеңіз, потому что мен оны біреулер сұрайды ғой, кейде айтып та түсіндіре алмайсың да. Сіздердің семьяларыңызда қандай, кто главный, кім шешеді дегенде сұрақтарды. Патриархат деген кезде бізде ойлайды, ол еркек басшы система управлениеда басшы еркек болса, ол патриархат болады. Ал басшы әйел болса, ол матриархат болады деп айтады. Ол дұрыс емес нәрсе. Патриархат это система управления. Патриархалдық обществоны мысалы үшін әйелді құралады да. Мысалы үйде жаңағы тиранический ене. Бүкіл жаңағы бала шағасы бәрін ақшаларын алады да, бүкіл айлығын жинап алады да. Салоныз. Бүкіл бәрінің ақшасын жинап алады да. Сосын жаңағыдай сама одна всем управляет жаңағы. Бүкіл бала шағасының өміріне килігіп вот это вот. Когда авторитарный верхушка авторитарный болған кезде осындай диктаторское управление, это патриархальное управление считается. Көрдің бе, әйел де бастық болады да, соны патриархальный власть құралады әйел адамда. А сіздерде кім бастық? Бізде бастық жоқ, у нас партнерские отношения. Типа шешімді кім шығарады дегенде. Ортадан шығарамыз. Бұрын екеуміз шығатын, қазір ұлдар өсіп қалды, біреу 11-де, біреу 15-те. Кез келген вопрос бірге шешіледі. Ремонтқа байланысты, ужинға байланысты, семейный отдыхқа байланысты, үйге қонақ келетін болса, біз балалардан сұраймыз. Нұреке сіздік үшін. Өзім шешемін ғой. Өзің шешесің. Бізде негізі феминизм былай жайында, негізі ақылдасып шешу жайында ойыңыз бар. Негізі әйелдің де өзінің ойымен бөлісіп шешім қабылдауға кішкене не қылса дұрыс деп ойлаймын. Иногда шаршап кетемін мен шеше беріп ше. Өзім шеше беріп шаршап кетемін да, мен айтамын Аяна, қалай ойлайсың деп сұраймын. Сол кезде қосылады, ол да өзінің ойын айтады. Так менің әйеліме де жақсы негізі. Кайф қой. Бәрін шеше бересің. Ол кісі тек қана баланың тәрбиесімен, солардың жәнегі тамақтары, киімдері, анау сонымен занят үйде. Дома хозяйка ғой. Мен үйдің менеджері ғой. Иә, үйдің менеджері, ақша тауып келемін, бәрін жұмыс жасап, соларды обеспечить етумен айналысамын негізінде. Бізде отбасыда бәрі четко разделено. Менің шамам келмейтін нәрселер бар. И наоборот, осы тұста күйеуімнің шамасы келетін нәрселер бар. Соны біз функционально бөліп аламыз да. Каждый отвечает за свое все. Қабілетке байланысты оның бәрі. Мен мысалы, әке-шешеммен тұрамын. Папамен, мамамен тұрамыз үйде. Біздің әкем қазір қатты ауырып жатыр. Ол кісі тек қана диетический тамақ ішу керек та. Бізде күніге үйде 2 тамақ істелінеді. Диетический и кәдімгі нормальный тамақ. Май бар жаңағы. Иә, майлы өзіміз жейтін да. Батяға бөлек тамақ. Мен әйеліме де оңай емес негізінде. Біраз тірлік бар үйде жұмыс жасайтын. Сол айтады, Инстаграм, недай Инстаграм түсірмеші мен дейді. Мен өзінің өмірім Инстаграм деп па? Өзінің өмірі Инстаграм ғой. Үйде кәдімгі біз үлкен семьямыз ғой. Үйде кәдімгі күніге азында тұрады. Вайна ғой. Ахмет бар, 1 жас 3 айда. Ол еще активный. Тынбайды, короче, постоянно движде. Еще үйдің тамағы бар, азында бала шаған оқуға шығарып салады. Көмекшіңіз жоқ па? Үйде Көмекші. Әйеліңізге көмектесетін адам жоқ па? Көмектесетін қазір адам жоқ. Бұрын ауылдан студент қыздар келетін, туысқандар. Біздің үйде жатып оқиды, еще келіншеме көмектесетін. Қазір. Я не против, что помощник алсын деймін, өзі алмайды что-то. Прикольно. Мен алдындары неде болдым, бір семинарда болғам, сол жерде бір қызық идея айтқанда,
әйел адам көп шешім шығаратын болса шаршайды деген бір нәрсе келді да. Еркекке сол рөлді беріп қойған дейді да, типа шешім шығаруды осындай да. Потому что қараңыз, мен айтып кетейін өзімдікі. Иә, мына жерде Роза ханым. Семинар емес ол. Уағыздан көргенсің сен ода. Семинар деп әдемілемей ақ қойсай. Роза ханым жауап алып келе жатыр ғой. Қазір давить етсі. Потому что былай дейді да, негізі шешім шығару еркекте болатын болса былай екен. Шешім шығару бұл всегда андай жауапкершілік қой, и бір жағынан стресс та. Ал стресс еркекті күшейтеді. Неғұрлым көп шешім шығаратын болса, еркек соғұрлым мықты болады. Мәселе әйел адам үйтіп, ойбай, оны шешім шығарамау, анау мынау да емес. Просто еркекке сол функцияны беріп қойған дейді да, осындай. Мә мынаны шеш, потому что сен логикамен ойлайсың, мінекей и тез шешуге болады да бізде. Сол заттан сөйтіп түсіндірген болады. Ну, лично мен де сол ойға толыққанды келсем да. Мәселе әйел адам ештеңені шеше алмайды деген әңгімеде емес. Давайте, Роза ханым. Сіздің Жоқ, первый вопрос. Неге шешім шығара алу функциясы еркекте делінген тұжырым қайдан шыққан? Еркекте делінген тұжырым дейсіз ба? Вопрос, это на чем это основывается? Научно мозг, она никак не отличается. Шешім шығару, ол да бір определенный қабілет. Ну, неге ол әйелде жоқ, ол бар, біріншіден. Екіншіден, шешім шығару адамды қатайтады деген. Кто это сказал? Потому что... В смысле? Ну, ол лично маған просто работающий формула. Потому что ол андай емес та, типа... Я здесь не топлю за то, что... Потому что бәрінікі дұрыс деп и так далее емес, ол жерде былай ғой. Кім қандай идеяны ұстанады, кім қандай идеямен жүреді, сіздердікіне толыққан түсінем. Кейбіреу ойлайды ғой, әйел адам овощ сияқты или ағаш сияқты, ол тып-тыныш жүре береді, басын иіп деген әңгіме емес бұл жерде. Ол да өз ойын айтады, өз ойын есін жеткізеді. Но бірақ в конечном счете ол получается сезімдерін береді. Осындай нәрсе керек, мынандай нәрсе керек дейді. А сен келесің да просто все хорошо дейсің да шешіп бересің. Енді осындай мәселеде, мысалы, тура осы тұжырымға егер еркек адам шешімін қабылдайды, оған сол функция берілген деген нәрседе, жалғыз басты қаншама әйел адамдар өзін, как они себя чувствуют? Вот менің еркегім жоқ. Ол жағын ойламаппын, честно. Конечно, мужики об этом разве думают? Вот это жаңа примерно бір уағыз бір деген естіп алғансыңдар ғой сендер. Как положено, семинарға бардым мен. Онда, не знаю, ты не тех спикеров выбирал, где... Дұрыс емес, да? Дұрыс емес. Сонда жалғыз басты қаншама әйелдер бар, бала шағасын жеткізіп жатқан. Сонда ол не? Ол әйел емес, ол еркек емес, кім ол сонда ол? Оған ондай функция берілмепті. Не істейсің енді? Онда мен не істей керек ол? Отыра ма енді, не істеймін мен по-любому, әйтеуір ұрмаса мейлі, әйтеуір диванда отырса да мен осыған тиейін деген сияқты, и приходится выходить замуж. Капец, острый тема екен, кәдімгідей. Мен потому что енді шешім шығара алу қабілеті адамның бәріне берілген. Кто-то это у себя этот навык отрабатывает, кто-то не отрабатывает. Все. Сен шешім шығармайсың ба, онда сен біреудің шешіміне бағынасың. Вот четкая формула. Прикольно. Біз мысалы үйленген кезде Асылжан туылды и 1,5 жылдан кейін қызым дүниеге келді. Ол кезде бізде жағдай болған жоқ. Жағдай кәдімгідей қиын болды да. Күнімізді әрең көріп жаттық. Сол кезде шешім қабылдадық, что бала күте тұрайық деп. Екеуміз, әйеліміз екеуміз шешім қабылдадық, бала жасамайтын болып, тумайтын болып, жәндегідей солай шешім қабылдадық та. И жағдай жүндеп алайық, бәрін істеп алғаннан кейін ары қарай жалғастырамыз деп. Сөйтіп жүрген кезде 14 жыл уақыт өтіп кеткен ғой. И қазір Ахмет 1 жас 3 айда, қызым 13-те, балам 14-те да. Получается 13 жыл ғой енді, 13 жыл бала жоқ арада. Вы жалеете об этом? Нет, не жалею. Просто андай жағдай жасап алайық деп шешім қабылдадық та, біз түсіндік, что жағдай болмаса ана екі баланы туылып жатқан балдарды қалай біз оқытамыз, қалай киім әпереміз, қалай асыраймыз деген сияқты депрессияға түсіп кеттік екеуміз. Потому что екеуінің детсаты бар болды, біз жәндегі екеуі дүниеге келген кезде платный ғой, бәрі қымбат та. Былайша айтқанда біз білмеймін, сондай шешім қабылдадық, расходтарға шыдай алмадық қой жасап жатқан. Сөйтіп жағдай жасап алайық деп бизнеспен айналысып тапит еттік.
бір күн қарасақ 13 жыл уақыт өтіп кеткен ғой. 13 жылдан кейін үшінші баламыз дүниеге келді. Аллаға шүкір, қазір бәрі жеткілікті. 5 баланы асырай аламыз. Мен сол кезде ойлаймын да, дұрыс шешім қабылдадық па, дұрыс емес шешім қабылдадық па деп иногда ойланамыз біз әйеліміз екеуміз. Бізде басқаша болды. Сіздерде 2 ұл, иә? 2 ұл. 15-те 11-де. Біз басында екеуміз осылай үйленейін деп жатырмық. Біз 4 жыл жүргенбіз. Соны жаңағыдай 4 жыл жүрдіңіздер ме? 4 жыл жүргенбіз. Иә. Мощно. Не істейміз енді үйленгеннен кейін қайда тұрамыз деген тема келеді ғой жаңағыдай. Білмеймін, көп жастар арқасы сөйлеспейді екен. Таң қалды ғой, сіздер сонда үйленбей тұрып соны сөйлестіңіз бе? Иә, қайда тұрамыз, не жейміз, қанша бала туамыз деген сияқты. Бізде қазақта жас семья үйленгеннен кейін бәрі солардың спальныйын аңдайды. Қашан бала шығады үйден. Да? То есть бірінші бала по-любому туылу керек. Мы с этим согласились. Окей, бірінші бала. Негізі сколько ты детей хочешь? Мен күйеуім үйде жалғыз ғой. Ұлдан да қыздан да жалғызмын ғой. Енді 2, 3 дейді. А давай 5. Біз де 5-еміз. Я говорю, а давай 5. Ну давай запланируем, короче. И бізде мынандай план болды. Әр баланың ортасы 4 жас болады. Неге ертең олар енді сен білмейсің ғой, балаң гений бола ма, басқа бола ма, грантқа түсе алмай қалса, платный оқытатын болсаң, 2 студент қатарынан оқытпау үшін, вот мы сидим, нам 22. Арасы 4 жастан. Қадалдың ғой? Мы сидим, платный болса. Платный болатын болса, сен білмейсің, сен балаң ақылды бола ма, ол оқуға түсе ала ма, ертең қалай жағдай болады. Сен білмейсің. Сондықтан да 2 студент жаңағыдай бауырлар ертең бүйтіп қалуы мүмкін да, сендер менің ағамды оқыттыңдар, а маған оқытпадыңдар деген әңгіме болады да. Біз 22-деміз, балалы туған жоқ, мы это об этом сидим, разговариваем. Сонымен думаю, давай 4 жылдан. Біреу бітіреді, екіншісі түседі. Вдруг, если жаңағыдай болатындай болған сияқты. Одан бөлек 4 жылдың ортасында я успеваю выходить на работу. Тупеть етіп үйде отырмайсың да. Яғни мен нарықта, еңбек нарығында мен востребованный специалист болуға менің уақытым бар, мүмкіндігім бар. Ана баланы садикке бересің, келесі декретке дейін сен жұмыс істеп үлгересің. Мен үшін жұмыс істеу өте важно. Всегда, мой муж это всегда знал. Сондықтан да біз осындай 5 баланы, короче, біз пландадық қой. Так, 23-те, 27-те туамыз, сосын 31-де, сосын 35-те, сосын 39-да туамыз деп пландадық да. И план қалай болып отыр? План сол. 2 баладан кейін мы решили, что остановимся на этом. Ё-мо. Бірақ балдардың расход действительно көп. Менікі, мысалы, бір баланың оқуының ақшасы айына 600 000 теңге. Айына. Менде пока бала жоқ қой, жоқ. Детсадтарын, мысалы, детсад та қымбат қазір, мысалы. Ахметке детсад қарап отырмыз да? Детсад та қымбат. Өте қымбат. Тамағы. Ойш, бір бала 600 000 теңге. Екеу уже миллион 200. 200. И оның жаңағыдай такси бар күніге. Енді осы жерде айтуым мүмкін да, осы біздікілер мемлекеттік мектепке барыңыздар. Я не говорю. Бірақ жаңағы 4 жылдың ішінде әйелдің организмі успевает восстановиться. Егер әйелдің ағзасы келесі бала туғанға дейін восстановление болмаса, келесі балада патология көп болады. Қазір өте көп балалар жаңағыдай тірліккеш шығады. Тістері қисық шығады. Тамақ жемейді. Дефицитный витаминов не хватает. Сосын детский аллергия. Лор проблемалары, логопедтерге невозможно пробиться. Детские психологтарға невозможно пробиться. Это потому что их рожают. Их много. Детей с проблемами много. Женский организм не успевает восстановиться. Онда ЮНЕСКО-да осыдан мен туатын кезде, это было когда 15 лет назад. Сол кезде мен оқыған, ол кезде интернет жоқ қой. Мен ауылда отырып газеттерін оқитын, журнал заказ беріп Москвадан. Соны оқитын да, сонда ЮНЕСКО рекомендует 2 жас деп. 2-3 жас деп. Қазір я считаю, что мен сондықтан да біз 4 жыл деп қойдық. Там очень важно было мен жұмысқа шығып үлгеруім, восстановление организма, балалар ертең студент болған кезде қиналмау керек деген сияқты. Осындай мәселелерді мы продумывали заранее, и ол мәселе, вот денсаулық мәселесі стояло в первую очередь. Қазір қарашы, любой 2-3-тегі балалар, егер үйде племянниктеріңіз балалар бар, тістері қисық. Қарай кеткен жоқ, ана тістері мүлт кеткен. Потому что біздің кезімізден да бастың өзін берген кезде өйтіп құлақты кесіп беретін, құлақты мұжы деп андай жақсы сүйіп. Қазір бәрі жұмсақ дейді да. Балалар өйткені жаңағыдай қырықпыдағы йогуртты жейді. Фри жейді. Ет жемейді балалар. Бәрі жұмсақ дейсің. Фри жейді сосын. Баланың бәрі фри жейді. Фри жемесе тұрмайды. Печенье жейді. Қайнатылған құйрық беретін ғой ауылда. Марлық орап береді. Кішкентай балалар сорып жүреді.
қазір ешкім бермейді ғой ондайды. Ондайды Ондай бермейді. Типа жоқ. асқазаны не дейді да, это не так, ол болу керек баланың Біз организмі. наоборот ондай еще таза заттарды берсе организм бүйтіп айтады ше, я қумашы или еще өтіп кетеді ғой кейде, мысалы қымыз ішпейсің, бір қымыз ішіп қаласың ғой, бір пайдалы екен ішіп қаласың, мәссаған ішіне өтеді. Күні бойы ма жүгіріп жүресің. Дәл өзі. Алдында мен логопедта еще АФК деген бар, сол екі кісілер түсірген кезде де айтқан осындай деп. Негізі консилиум жасап, постоянно жиналып сөйлесіп тұру керек деген сияқты ше. Осындай медиктар бәрі келіп. И сондай подкасттар керек деген сияқты. Чтоб шынымен нормальный медспециалисттер келіп шығып отырса, өз ойларын айтып, балалар туралы өз ойларын айтып отырса. Потому что былай дейді, логопедтің бір айтқан әңгімесі оған. Бұл кісінің типа андай атасында 5 жасында сөйлеген, сондықтан нормально деп. Сосын Иә, ол кенжетай ғой, Иә. ол еркетай, ол сөйлемейді дейді да. Иә. Это ненормально. Үшке дейін мысалы да очень большой такой сигнал. Егер мысалға да аутизм деген диагноз 3 жасқа дейін балаға қойылмайды. Сөйтеді да, сен оны невропатологқа апарсаң, біз қоя алмаймыз 3 жасқа дейін дейді. А сен 3 жасқа дейін егер баланың денсаулығын жөндемесең, оны ары қарай жаңағыдай прогресс болып кетеді да, сөйтеді, ол аутист болады сосын. А там есть четкие симптомы того, что с ребенком что-то не так. Түнімен ұйықтамайды. Сосын киім кимейтін, жалаңаш жүретін балалар. Такие дети есть. Үйде киім кигісі келмейді. Сосын артымен шақырасың ғой. Алихан десең қарамайды да. Ой, ерке ол атасының баласы ғой дейді да. Это ненормально. У ребенка нету контакта. Это признаки аутизма. Аутизм деген не сонда? Заболевание детское. У адамдарда есейген кезде социализация өте қиын. Ми дамымай қалған ба сонда? Дамиды, но олардың өздерінің бөлек әлемде, обычный социумда қоса алмайды олар. Иә, анда Я доктор деген киноны көріп пе едіңіз? Анау интроверт болып қалған ба сонда? Қуанасыз ғой, вообще контакт жоқ адамдармен. Олар мысалы кейбіреулер өздерінің аттарына реагировать етпейді. Шақыратын болса шақырмайды. Или типа туалетке бару керек болатын болса, просто былай жібере сап жүре береді ше. Кейбір заттарды түсінбейді. Ну, чисто менің ойымша солай болады. Сондай признактар, мысалы 3 жасқа дейін болған кезде невропатологтар жоқ, біз диагноз қоймаймыз дейді да. Сол кезде егер балаға дұрыс тамақ беріп, оның организміндегі дефициттерді реттейтін болсаң, ары қарай ол жақсы болып кетеді. А если 3 жасқа дейін ол еркетай ол деп берсең, ары қарай хуже будет. Одан кейін цифровой аутизм деген шықты да, мысалы, когда бала бүйтіп телефон шығып отырады да, сол жаққа барлық эмоциясын беріп тастайды. Ойын ойнайды, PUBG ойнайды, тағы басқа дүниелерді ойнайды, эмоциясын бәрін сол жаққа беріп тастайды. И логопедтің айтқаны бар, типа сен когда баланы просто телефонды беріп сап, или даже baby shark деген музыканы айтып жүргенде қуанып жүрсең, тоже қуанатындай қатты дүние емес деп ше. Возможно, соның кесірінен кейін дұрыс сөйлей алмай қалуы мүмкін деген сияқты. Ол легкий дофамин ғой. Иә, потому что негізі телефон беру бойынша ше, мысалы, оған типа оны запрет берсе, наоборот, запретный плод сладок. Сіздер қалай істейсіздер оны? Потом бізде мысалы кейін бала шаға болған кезде оны телефон бермей қою тоже не вариант. Берсең де қалай еткен дұрыс, сіздер де қалай? Саған айта алмаймын да. Өйткені менің балаларым туылған кезде телефонның проблемасы ондай емес еді. Біреу 11-де, біреу 15-те. Қазір уже үлкен болғаннан кейін олар өздері регулируют, они понимают, когда им нужен телефон, андай прям не жоқ та. Бірақ екеуі де геймеры, ойбай, геймер боламыз деп қоймай тұр ғой. Екеуі де компьютер ойнайды, не істейді, я не запрещаю. Ну, они уже взрослые, сабағын үлгереді, бәрін үлгереді, и помимо этого еще и играют. Оған я не запрещаю. Но кішкентай баланың постоянно телефонда отырғаны это ненормально, я считаю. Бірақ қалай взаимодействовать, я не знаю. Менде кішкентай бала жоқ, айтамаймын. Нұреке, сізде ше? Қалай істейсіз? Блокты тастаймын. Просто, иә? Иә. Жаңағы аша алмайды ғой сондай да? Аша алмайды да. Өзін суретке түсіріп отыра бересің да? Аша алмайды, одан кейін не, жаңағыдегі екеуі де больной. Қызым да балам да телефонда көп отырады. Сразу предложениемен контроль жасап отырып, ну, чек-лист қойып қойғам, бір күнде уақыты бар, кіре алатын, сол уақытпен кіреді, болды. Мына вариант маған жарайтын сияқты, негізі күшті, прикольно. Негізі лайфхак ретінде күшті. Потому что шынымен де қиындатпау керек қой. Иә, шынымен де жеңіл ғана бүйтіп қоя салады. Телефонсыз өмір қазір мүмкін емес. Олар қазір даже машинада экранға қарап отырады ғой. Сонда да просто нужно этот момент контролировать, жаңағыдай не қойып. Мен балаларым бірақ родительский защитада 18 жасқа дейінгілерді қарамайды. Ал өздеріңіз қаншалықты социальный уязвимейсіздер ме қалай? Қазір Нұрекең бүйтіп қарап қояды, жаңа бірнеше рет қарап қояды. Өздеріңіз қаншалықты көп қолданасыздар? Мен телефонды өте көп қолданамын. Мен қатты қолданамын. Неше сағат средний, мысалы 24 сағат ма? 12 сағат, 8 сағат, 8-12 сағат. Не сағат вообще. Статистиканы қарай салу керек қой. Зависимость. Сіздікі де көп, иә? Иә.
кеше енді біз блогерміз ғой, менің тиктогым бар, Иә. телеграмым бар, екі инстаграмым бар, оның бәрін мен бүкіл командам осы инстаграм арқылы ақша тауып отыр ғой. мен мысалы кеше Бекботада қалдырып кеттім виллада телефонды и басқа ресторанға кетіп қалғанмын ғой. Инфаркт. Есіме шығып кеткен. И қасымда Нұркен отырды, не айтарымды білмеймін, ана Нұркенмен ше қарап отырдым да осылайынан. И мен айтамын, бір теманы талқылайықшы деймін да. И в общем екеуміз әңгімелесе алмадық нормально. Вообще әңгімелесе алмадық, короче. Бір общий тема бастай алмадық қой, короче. Интересно. Менде ондай жоқ. Қызық болды, короче. Мен айтамын, Нұрекеге айтшы десем, не айтамын дейді. Мен айтамын, білмеймін, бір теманы талқылайықшы. Получается, кездесуде отырғанда да мен телефонда көп уақыт кетеді. Это если этика эстетиканы алатын болсақ дұрыс емес негізі. Неуважение сияқты адамдардың алдында, кездесуде отырған адамдардың алдында. Осы аурудан құтылу керек еді маған. Может бір челлендж жасап жесеңізші, чек-лист па тоже? Или керек емес па? Мысалы үшін маған өте маңызды кездесуде отырған кезде менде всегда телефон беззвучный да. Мен обязательно алдын ала важный чаттарыма айтып қоямын, мен кездесудемін деймін да. Кездесуде мен телефон қоспаймын. Это полная фокусировка на человека, потому что я потратила время на этого человека, я выделила. И этот человек тоже на меня выделил время. Просто слушаю. Әртүрлі вопроспен өзім мәселемді айтып қалуға тырысамын. Сондай мәселеде. А так жақсы көремін мен телефонда отқан, если честно. Айпадта, телефонда. я тоже обожаю. Прям. Мен отдельное не время у меня көресіздер есть. негізі? Не көресіздер сонша уақыт? Подкасттар, серия. Я иногда просто туплю Netflixте отырып алып, просто бывает такое. Андай бір ұнайтын бір канал бір нәрсе бар ма? Или не ұнайды вообще? Мысалы, менде ютубқа, Netflixқа, соларға басқа наушник. Прям жәнегідей киіп алам, от души қараймын да, несін қойып қойып. Менде басқа iPad. Иә. И телефонға басқа наушник. Сондай. Прям полный набор алып алғам. Я менде андай сұмдық бір әулие болмай қойын, менде де үйде капец көп көремін да телефон. И үйде тағы бір келесі зат шығады осыдан ше. Мысалы келіндеріңіз кейде ренжиді да, мысалы келесі оғандай. Мынау үйде де жұмыс, мынау жұмыста да жұмыс, келіп андай. Еще түнде постоянно, или түнде демей ақ қойын, клиенттер жазады постоянно. Мынау видео не болып жатыр, мынау не болып жатыр. Еще кешке оянады бәрі ше. Сағат 9-дан кейін жаза бастайды оны. Правкалар келеді, оны былай жібересің, оған график қойсан, кейбіреулер даже ренжіп қала ма деп те ойлайсың да. Осындай сіздер қалай ол график бойынша қалай бөлесіздер уақытты? Келіншегіңізге уақыт бөлу керек, тыңдау керек ол кісілерді. Күніне бір рет. Мысалы бүгін азында завтрак іштім, сөйлестім, әңгімелестім. Сіз получается обедке дейінгі уақыт, иә? Түске дейін? Обедке дейін солардың қасында болуға тырысамын мен. Одан кейін Ахметпен ойнаймын, сөйтіп шығамын үйден. А если азанда сол кісіге уақыт бөлмесең, бітті ғой. И еще кешкісін келгенде сөйлесем. Көбінесе ұйықтап қалады енді, кешкісіне бір айына бір 10 күн сөйлесетін шығармыз кешкісіне. Примерно. Айна. Уақыт жоқ. Сіздерде ше? Бізде уақыт, мысалы, менде кешке қарай телефонға көп үңілмеу үшін менде 2 ассистентім бар. Біреу проектілермен, біреу жаңағы социальный сеттермен занимаются. Бірақ соның өзінде арасында важный чаттардан келген кезде жауап беріп отырамын, но это не так сильно, я много именно в телефоне не зависаю. Өйткені әртүрлі контентке менде әртүрлі iPad бар. Netflixқа мынау iPad, YouTubeқа мынау iPad. И сосын жұмысқа менде MacBook, жұмыстың документтерін жазған кезде. Мен MacBook'тан никогда YouTube қарамаймын. Apple'дың фанатымыз дейсіздер. Өйткені и мозг перестраивается. Мен MacBook'тан оқыған кезде мен жинақталамын да сразу өзім жазатын документтерімді жазып отыра беремін. iPad қосылды ма, бітті, мен iPad'та мен жұмыс істей алмаймын. iPad'та мен тек Netflix қараймын. Екі түрлі ғой сондай да. Осы жағынан маған фокусты бөліп отыру оңай. Одан бөлек жаңағы ассистенттерім бар. Сосын бізде кезек-кезек күйеуіміз екеуміз устраиваем свидание. Моя очередь, его очередь. То есть и суббота немесе воскресенье 2 күннің бірі семейный день. Бүгінгі съемкадан кейін біз киноға барамыз балалармен, қыдырамыз, фастфуд жейміз, ерігеміз, сол сөйтіп жүреміз. Ол обязательно апта сайын болатын нәрсе. Ата-анамызға барып келеміз. Менің ата-анам да осы қалада тұрады, күйеуімнің де ата-анасы осы қалада тұрады. Барып бір көрініп сөйтіп не істеп, қалған уақытта реально у нас времени нет, мы даже завтракаем в разное время, только ужинаем в одно время, и то не часто. Аптасына бір рет кездесеміз.
былай қарағанда 2 рет аптасына 1-ақ рет 1-2 кездесеміз. рет иә Иә. жұмыс әртүрлі ғой Иә, жұмыс әртүрлі. Одан кейін мысалы график бойынша қалай еткен дұрыс, шынымен де. Сізде мысалы бөліп қоясыздар, мысалы айына 10 рет кездесемін дейсіздер. Айтады, 1-2 рет айтады маған осындай, маған уақыт бер, маған внимание бер дейді, сонымен жарайды деп бүйтіп қоямын. Нет, қараңыз енді. Потому что, кешірім сұраймын я, потому что когда или сен кәсіпке бересің да бүйтіп, мә дейсің да, сол жаққа орып кетесің, кейде ұмытып кетесің, чисто мен ұмытып кетемін ше, болады ғой. надо договариваться Иә, бір зат қоясың да, бытыр, қой түн болсын, күн болсын, даже мына студияның мәселесі бойынша да қанша уақыт жүрдік мынаны, ойбай, ковролан төсе, ана студиясын, ананы боямыз, ананы бүйтеміз, и это нравится, постоянно, потом соны екінші орынға қойып қоясың да қазір, потом келеді түшік мә саған деп по факту қояды, ренжімейсің, телефонды қоясың да, что-то Кизон келді маған, кел сөйлесейік, давай. Негізі шынымен сондай да. қарамағына сол жұмыс қой Я ол самый сложный жұмыс ол сияқты. жұмыс сондықтан да это нужно договариваться көріп отырмын ерігіп жүрген жоқсың ғой Жоқ, просто бір нәрсені жертвовать етесің ғой. Енді семья болу өте қиын. Семья болып, ары қарай жалғастырып кетіп, ажырасып кетпеу, және бала шағалы болып, айқа тұрып кету деген ол қазір біздің жастарға өте үлкен проблема да. Бізде қазір жастарда көбінесе жауапкершілік өте төмен. Одан кейін сәл қиындық болса, қолдарын салбыратып, бастарын салбыратып, духтан сынып қалады. И одан кейін оны көріп жатқан әйел айтады, қой айналайын дейді. Все дейді, ажырасып кетеді. Қазір жастар эгоист қой былайша айтқанда. Иә. Өздерін көп ойлайды. Енді бақытты өмір сүру үшін басында енді сіздерге бір нәрсемен жертвовать етуге тура келеді. Мне кажется. Чтоб кәсіпте де бір результат болу үшін. Кәсіпте мысалы жағдай жасап алу үшін, мысалы үй алып алу үшін, ақша жинап алу үшін, нормальный өмір сүру үшін бір нәрседен жертвовать етуге тура келеді деп ойлаймын мен өзім. Менің өмірімде солай болды. Мен жертвовать ету деп айтпаймын, бұны келісім деп ойлаймын мен. Келісім, ты договариваешься. Қазір давай өліп еш шақ болып жұмыс істеп алайық. Сосын кішкене қыдырамыз деген сияқты. Оны балаларыңа да түсіндіресің, оны күйеуіңмен де әңгімелесесің ол туралы. Келісіммен жасайсың да любой нәрсені. Ол да енді ол да ақымақтық қой, сен көптің сен жұмыстасың или ол жұмыста да мен отырсам үйде арбиып. Вот сен қараңды көрсетпей кеттің, бірдеңе. В смысле жұмыс істеп жүр ғой ол. Да? То есть в этом плане сосын я за то, чтобы мужчина и женщина работали как бы екеуі түсінісу үшін, мысалы әйел адамда оның жұмыстан шаршап кетқанын білу үшін ол өзі жұмыс істеу керек та, ол отыр үйде. Сізді начинает, вот, ты мне времени не обращаешь, ты мне цветы не купил, сол гүл өзің біліп берсең болады ғой. Мен мысалы өзім жұмысқа кететінмін, күйеуім де сондай, біз жұмысқа кеттік бітті, бүкіл әлем ұмытылады ғой. Бүкіл әлем, я вот настолько, и у меня муж такой, и балалар әйтеуір өздерімен өздері, хорошо, бізге родители хорошо помогают. Қазір енді өздері тамақтарын істеп, өздері үй жинап, өздеріне істейді ғой, уже үлкен болып қалды. Былайша айтқанда, ақша ғой семьяны бақытты қылатын. Согласна. Ақша. Осы жерде жазып қойыңыз, асасыз қойға болады ма? Ақша деп. Ақша да. Жақсы жерге бара аласың, жақсы нәрсе ала аласың, жақсы самолетпен ұша аласың. Сондай нәрселердің бәрін көп бақытты сезіндіретін ақша да. Сол үшін пақат етесің семьяны, бақытты өмір сүрін десең ақша табасың ғой. Ақшадан өлді деп айтады қазір, Бекбот ақшадан өлген деп. Ақшадан өлген емес ол. Мен просто мен айтамын, мен ақшадан өлгем деп айтам. Қақырына естіп. Шынымен ғой, ақшадан өлгендік емес ол, просто мен бақытты өмір сүргім келеді, я не хочу этот жоқшылықты мен сезінгім келіп тұрған жоқ, сол үшін жұмыс істеймін мен. Я не хочу бедно жить и все. Отличный, вот ең күшті нәрсе сол ғой. Жаңа астында қазір хейтерлар келуі мүмкін, типа махаббат деген, сыйластық деген, адамгершілік дегенді ұмытқан, ақшадан өлген. Ты знаешь, махаббатты, адамгершілікті, жаңағы иман деген нәрсенің бәрін ақшалы болып істеп, вообще күшті бар ғой негізі. С деньгами это вкуснее. Да. Очень вкусно. Ничего кайф, мынау вообще күшті екен негізі. Это факт, ол шындық. Это шынымен. И те, которые негатив пишут, это те неудачники, которые понимают, что это правда, но не могут ничего сделать. Стамбулға бардым осы недавно. И Мұрат өзінің үй жағында бір гостиницаға жатқызды да. И
ұйықтай алмадым ше. Ана гостиница біртүрлі гостиница да. Ар жатам, бер жатам, ұйықтай алмаймын. Түнгі сағат 3-те ұйқыдан тұрып Ритц-Карлтонға кетіп қалдым да. Мен айттым да, мен неғып жатырмын мына жерде, мен нормальный гостиницада жата аламын ғой. Мен нормальный гостиницада жата аламын ғой деймін да. Просто Мұрат андай азандай маған жақын мына жерге келе салам, анау мынау дейді да. Мен ладно деп соған кіріп жата салғам ғой ішіне. Ұйықтай алмадым, если честно бар ғой. Ұйықтай алмадым бар ғой. Ритц-Карлтонға түн жарымда бардым, кірдім. Түн жарымда как будто анау онша емес гостиницаның ішіндегі гряздардың бәрі менің үстіме жабысып қалған сияқты. Мен ваннаға түстім да, жуынып шайын адам құсап ұйықтадым да. Көзің қуанбайды ғой. Иә. Рас қой, мысалы сонда депрессияға түсіп кетесің моментально. Депрессияға түсіп кеттім мен. Үстім қышып кеттім, бір бәле болдым ше, үстім қышып былай. Енді осы еркелік па, қалай ойлайсың Алмат? Жоқ, мен неде Астанаға барған бір рет съемкамен, как раз ең басы кезінде. Ақшаны экономить ету үшін мен хостелға жатамын дедім да. Андай 3000 теңге ма, сондай өзі. Өліп қалған жат. Астанада квартира іздеу қиындау болды. Мен анаға сондай еще лақтырып кетеді. Ладно, қойшы деп экономить етейін, бір 3000 теңге квартира жатайын деп. Сол хостелға жатайын. Хостелға кіремін ғой. Бүйтіп өз подвал сияқты бір нәрседен кірдік, ладно. Кіргізеді. Бір мынандай свет жақып қойғанша, терезе жоқ еще. Есік қана бар. Мына жерде мен жатасың дейді. Ана жерде ауа қысады ғой бар ғой, тұрмды осы. Айтамын, еш ренжімес. Мынау болмайды. Басында аяған квартираға қайтадан звондап, осындай дұрыстау жерге барып, қайтадан жаттым да, типа, Алла шүкір. Осы жерде тек өзімнен аямай-ақ қояйыншы. Сан-Францискода, Америкада, Нариман екеуміз. 2 күннен кейін қайтамыз. Бір досымыз үйіне шақырып қоймады, біздің үйге келіп жатып, бірге жатайық деп. Бардық, қондық, тоже өліп қалайын дейді қазанға дейді. Хостелда ма? Жоқ, квартирада. Квартирада? Бізге енді қатты көңілімізден шыққан жоқ, Америкадан да қиын ғой жағдай. Бір квартирада 6 адам тұрады. Мынандай, мынау сияқты пердемен бөліп қояды комнаталарды. Перденің арғы бетінде мысалы әйел мен күйеу өмір сүріп жатады, бергі бетінде мысалы кәдімгі жігіттер өмір сүре береді. Қымбатшылық Америкада. Ақша жинау үшін солай өмір сүруге тура келеді оларға. Сондай квартираға кіріп кеттік қой біз Нариман екеуміз. Бірақ бізге бөлек комната берді. Бөлек комнатада жаттық. Бірақ сонда да жата алмадық нормально. Мен айттым, азында ұйқыдан тұрып, Нариманға айтамын да, Нариман, мы заслуживаем Хаят. Хаятқа барып жатайықшы, пипец, короче. Счетымызды қарап жатырмыз. Последний бір 250 мың теңге ақшаны Хаятқа төледік қой, короче. 2 күнге Хаятқа төледік, $60 завтракқа қалып қалдық. Кететін күнге $60 завтракқа қалып тұр. Хаятта жаттық, еще завтрак жоқ ішінде. 250 мың теңге деймін, ақша төлеп тұр, завтрак жоқ. Центрда жатырмыз, әдем микрорайонда жатырмыз. Қайтатын күні завтрак ішуге бардық, екеуміз $96 завтрак іштік. Ақшамыз жетпейді, короче. Последний ақшамызға завтрак ішеміз деп $60 алып барғанбыз, $60 көп шығып кетті, короче. И мне пришлось из депозита снимать деньги. Мен всегда депозитта ұстап отырам. Депозиттан аударып, в общем, нормально, да. Білмеймін, мені, мысалы, көбірек ақша құртып, нормально жүрген мотивирует. Делать дальше бизнес нормально. Бірақ, мысалы, техника болсын, оборудование болсын, біз когда съемкаға аламыз ғой. Бәлі бір комфортнее, увереннее. И чекті да көтеру мәселесі бойынша да, даже студия алу мәселесі бойынша да, типа, ұялмайсың да, типа, мне жасап жатырмыз, не үшін көтеріп жатсың десе де, мінекей. Себебі каждый, мысалы, микрофонның өзі, типа, 300 мыңнан, и тогда еще ол звук жазып жатқан заты 450 мың тұрады. Просто звук кіші ол, еще камераны қоспаған кезде. И сондықтан айтамын да, по-любому, бірақ шынымен де, бірақ менде андай екен, байқаған, маған техникаға құртқан намного легче, болады бір. Андай, білмеймін, ол әр адамда әртүрлі шығар, бірақ менде өзімде сол техникаға құрта беремін, болады ғой. Андай, біреулер машинаның заттарына кіреді да, өйтіп машинамен ауырады ғой. Мен өзім техникаға кірсем магазинге, прям ол жерде 1 сағаттап спокойно бүйтіп құртып отырып, еще кевасын еще кайфует, типа, прикольно, качественный картинка осы үшін деп. Не, жақсы, жаңа еще Нұреке сіз айттыңыз ғой, ажырасу көп деп. Біз негізі контентті жасау барысында да 2021 жылы негізі ажырасу 43 мың адам болыпты да, ажырасу. Қазақстанда ма? Иә, Қазақстанда. И біз контент жасау барысында өзі монтажер бәріне айтамын да, біз бір
10%-ға хотя бы ажырасуды азайтсақ деп ше. Возможно, бір-екі подкаст болады, бір-екі рилстар болады, хотя бы бір-екі семьяны алып қалса да, келесі уровеньна шығарса да, возможно, сізде де мысалы айттыңыз ғой жаңа басында, үйленбей тұрып бәрін ашып сөйлесіп алу жайында ше. Ну, шынымен де көресің бір. Мен де болашақта кейін балаларымнан дұрыс, андай қалай айтсам болады оны, дұрыс келін алып келген, дұрыс семьяға тұрмысқа шыққандығын қалайсың да, бұл андай толық семья деген түсінік ше. Не, просто мына жерде не ғой, мысалы, допустим, үйлендің да 20-22 жаста. Екеуің де баласыңдар да. Екеуің де баласыңдар. Көбісі соны түсінбейді ғой бала кезінде. Менде қалай болды? Мен мысалы, біз кризиске түсіп қалдық әйеліміз екеуміз. Жестко кризиске түсіп қалдық. Времянкіде тұрдық. Сырыс времянка. Шаңырақ жақта тұрдық мысалы да. Төмен жақта тұрдық. Бір үйдің алдында кішкентай 2 комнаталы времянкіде өмір сүрдік. И мен сынып қалдым, короче. Жестко сындым. Машинамды соғып алдым, таксовать етіп жүргем. Күніге 5000 теңге ақша табам. И машинамды ұрып алдым, жарамай қалды. Алды жоқ болып кетті, короче. Үйге келдім, жыладым, короче. Сол кезде әйелім айтады, не істейін, мен көшеге шығып кетейін ба дейді. Что прикажешь делать дейді. Сен жылап отырсаң, мен істейін дейді. Көтерсе басыңды дейді. Хотя сол кезде мысалы менің семьям көмектесті, әйелім семьясы көмектесті. Әйтпесе менің әйелім бір үйдің ең кішкентай қызы, папасы подполковник, сол кезде нормальный должностьта отырды. Мысалы қайын жұрттан барып көмек сұрасам болады, или өзімнен барып көмек сұрасам болады, өзімнің әке-шешемнен да. Ну, әке-шешем и так көмектесті. И біз екеуміз келісіп, сол кезде принимать етілді ғой решение. Болды, бала тумай тұрамыз. 2 баламыз бар қазір. Аяққа тұрып алайық деп ше. Просто упорно жұмыс жасау керек та, семьяны сақтап қалу үшін. Семьяны сақтап қалу үшін өліп жұмыс істеу керек қой. Жоқшылықтың арқасында семьялар ажырасып жатыр қазір. Жоқ. Киім алып бере алмайды, киім ала алмайды, тамақ іше алмайды нормальный. Квартирада жүреді, аяқтарынан тозып кетеді, қиналып кетеді ғой. И сонымен қош дейді, ажырасып кетеді. Ажырасып кетіп болды. И все. Бәрі келіп ақшаға тіреледі. Даже Абай айтады ғой. Адам қарны аш кезде, ол семьяны ойламайды ол. Семья, ана, мынау, развитие, не істеп ойлайды ол. Қарны аш оның. Сен бірінші өзің қарнын тойдырып ал, содан кейін барып ойлан. Қарнын тойдыру керек бірінші. Мен прямой эфирде айтатын жақсы сөзім бар да, ішіңде қи болмаса басыңда ми болмайды деген. Сол ғой, иман. Ашсың да. Ол қи болу үшін сенде ақша болу керек. Жалаңаш бар ғой. Сен нормальный ақылды нәрсе істей алмайсың сен. Жалаңаш ақылды нәрсе істей алмайсың сен. Ештеңе істей алмайсың. Ойың бәрі тамақ болады, болды. Бірақ сіздер еще бір риза болатын не қандай? Ұнамаса мә деп тұрып беттеріне басатындықтарыңыз. Это классно. Мысалға да, бывает, жаңағыдай қыз бен жігіт жүрген кезде ол бір-бірлерін алдайтындар бар да. Ананы алып берем, мынаны алып берем деген сияқты. Алдайды, немесе қыз үндемейді, лишь бы тиіп алсам болды деп, ана жігіттен сұрамайды да, ертең біз не істейміз, қайда тұрамыз, не істейміз деп сұрамайды. Жүріп жүрген кезде лишь бы тойға жетіп алса. А так как они у них не было, они не разговаривали. Ертеңгі екеуміздің күніміз не болады, осындай жағдай болған кезде не істейміз, мынандай жағдай болады. Егер ажырасатындай болса не істейміз, бала кімде қалады деген сияқты. Все риски нужно проговаривать. Все надо проговаривать. Осындай мәселелерді сөйлеспен, мысалы да, жаңағыдай сіздің ситуацияңызда сіз әйеліңіз екеуіңіз сөйлестіңіздер. Былай жасайық. Шештік қой. Былай шешімге келді да, тут разговаривают мужчина и женщина, разговаривают. Ажырасқан неге ажырасады? Потому что они не разговаривают. Ортаға жаңағы әке-шешелер сөйлесіп кетеді да. Менің қызымды өстіріп жылату үшін бердің ба сендерге деген шығады мамасы, ана отырып түсінбейді. Сосын жаңағы жігіті шығады да, немене сендер мен баламды езіп, немене сұрау жоқ деп ойлайсыңдар ма? Мен әлі балама 3 қатын әперем дейтіндер бар ғой мысалы үшін. Вот это вот начинается. Яғни екеуі сөйлескен жоқ, зато разговаривают обе стороны. Вот этот контакт между мужчиной и женщиной. Қыз бен жігіттің ортасында сөйлесу, ертеңгі күні шешім қабылдау, жауапкершілік алу. Екеуміз просто той үшін үйленіп жатқан жоқпыз. Ертең әртүрлі жағдай болуы мүмкін, кризистар болуы мүмкін, ақшасыз қалуымыз мүмкін. Не істейміз сол кезде? Осындай келісім, біз күйеуімізге келісім болатын еді да, он мне говорил, бітетін еді да.
қандай жағдай болса да мен саған никогда ауыр сөз айтпаймын, мен саған ешқашан қол көтермеймін деді. И сен маған сөз бер, ешқашан төркініңе чемоданыңды алып кетпейсің деді. Қандай конфликт болса да. У нас были конфликты, но я держала свое слово, и он держал свое слово. Талай қырылдық қой біз. Талай қырласыз ғой, бірақ қол көтеру, ауыр сөз айту. Ауыр сөз деген ол жаңағыдай сенің личностыңа, жеке басыңа қатысты ауыр сөздер. Оңбаған, сендер семьяларыңмен оңбағансыңдар. Бекер тиіппін саған деген әңгіме айтуға болмайды да. Ертең бәрі соған қосыласың ғой. Нельзя такие вещи говорить. И еркекке де, әйелдерге де сондай жанына тиетін сөздер айтпау керек та. Че-то сен соңғы кезде бүйтіп баратсың, осы шешең үйіне барсаң өстіп келесің деген сияқты нәрселер. Нельзя такие вещи говорить. Конфликт должен быть здоровый. И бізде қазақтарда, особенно бізде Шымкент жақта, мысалы қайын жұртпен связь вообще ұстамайды ғой. Ноль ғой, ноль. Мысалы қайын жұрттан какой-то бір көмек алып қалса, бітті ол немеді, күшіккеу деген сияқты кличка автоматически қойылып кетеді да саған. Менде де сондай девиз болды да. Мысалы әйелімнің ағасы мысалы нормальный бизнесмен, Алматы хорошо двигается, мен соған барып көмек сұрап барсам болады да. Андай девиздеміз ғой жәндегіде. Тоже ақмақтық қой, былайша айтқанда ше. Өзіне бизнеспен айналып жүрсің, бірақ ешкімнен көмек сұрағың келмейді да. Бір рет әкесі келді, времянкада тұрамыз, жағдай быт-шыт, короче, бір жеп, короче. Ағасының үйіне барып жатқан жоқ, папасы біздің үйге келіп жатты да. Сіз времянкада жаңағы времянкада тұрамыз. Еще подполковник. Подполковник, мощный должностьта отырған кісі. Барса болады әйелімнің ағасының үйіне, ол кісі папасы біздің үйге келіп жатып, жәндегідей қалайсыңдар анау мынау деп. Просто көмек керек ба деген сөз ешнәрсе айтқан жоқ, просто бүгін сендермен просто болғым келіп тұр, келді. Просто келіп қонып кетті да. Тоже как бы мотивация сияқты болды да, мен түсіндім, что если екі семья, екі жақтан әке шешелері поддержка жасаса, семья дұрысталып кетеді. Және сіз айтып отқан сияқты қуып кететіндер бар ғой, ой, бай, деп. Менде ондай болған жоқ, Аллаға шүкір, екі жақта дұрыс болды. Семья болып кеттік қой. Ол егер мысалы әкесі келіп алып, менің қызымды осындай болсын деп деген сияқты мораль оқып кетуге болатын еді ғой. Да, он понимает. Әке-шеше екі жақтан түсінеді да, бұл екеуіне кішкене егер ортасына түсіп, сен неге менің қызыма бүйтпедің, немесе сен бүйтпедің деген сияқты келігудің қажеті жоқ та, егер екеуі тіл табысып отырса. Да, наоборот, бізде де әке-шешеміз екі жақты всегда поддерживали. Мына жақта баладан болса, баламен. Мен ана үміткерге түскен кезде 2,5 ай съемкада болдым. Бүкіл семьям жабылып жүр, бала-шағам, күйеуім, тамақ, үйдің бәріне екі жақ полностью әке-шешем, атам мен енем түгел көмектесті. Түс сол съемкаға бар до конца. Екінші орын алдық қой. До конца бар деді. Жеңілме, они все время меня поддерживают материально, морально. Әке-шешенің разылығы өте маңызды ғой негізі. Бізде мына когда бүгін істеп жатқан кезде шешем таңертеңгісін бұрында да тұрады да, диспенсерді әкеліп сатты, айтамын, кешелер алып кете алмай үлгере алмай жатырмын, кішкене келіп, давай бүйтіп жер, мынаны бүйтіп жер, мынаны қойып жер дейді, и өте риза боласың. Когда әкем де мына студияның басында келген кезде айтады да, балам красавчик дейді. Болды ғой, басқа ештеңе керек емес, болды деп. Все, осы сөз үшін ғана дальше кете беруге болады. Ақша жайында айтайықшы. Қарыз жайында, ақша жайында. Менде Нұреке, сіздің еще тағы бір оқиғаңыз да көреді ғой, андай автобуспен сізді ет тасыды деген оқиғаңызды естіп едім мен негізі. Сонда бір айтып жіберсеңіз ол кезде. Енді ол опять жәндегіде ол жас семьясын күн көру керек, ақша табу керек деген сияқты. Машина болған жоқ, көшеде жүріп, бірінші автобуспен ет тасыған кезде, ол кезде мен, по-моему, студент болдым. Да, и студент болдым, где 4 ба, 3-ші курс ба, и жәндегі Тоқаш деген жігіт жәндегідей маған товар береді, Алтын Ордадан, қой береді, қойдың тушасын береді. Мен қаладан, ресторандардан заказ аламын да, ана қойдың тушасын қалаға шашлик істейтін ресторанға әкеп беремін ғой. Автобуспен алып келемін да, просто қаптың ішіне салам. Осындай кәдімгі жасыл қаптар бар ғой, базарда соны салам да, сөйтем да, басын байлаймын да, сөйтіп қаппен ұстап.
Шаляпина правдада шашличный болады, сол жерге әкеліп беретін постоянно. Қазіргі біз алдында монтажерді алған кезде де байқап отырмын да осындай кішкене қиналсақ кетіп қалады. Или монтаждың біз андай объемдармен істейміз ғой, мысалы көп адамдарды түсіреміз, бүйтіп келеміз, чуть-чуть қиналып жатса, что-то мен келмес деп шандай, или білмеймін, қиналғысы келмей айтамын, план бәрін қойып береміз, неше тапқың келеді, машина алғың келе ме, давай былай істеп көр, біз максимально барлық жағдайды Не, істеп қазір жастар өте жалқау. иә, бірақ мықты ойлайды, ол жағынан әңгімесі жоқ, мықты, иә, сөз жоқ. Ойлай бересің ғой, ой деген қиялсың ғой, ойлай бересің ғой. Әңгіме жұмыста ғой бұл жерде. Жұмыста. Істеу керек қой. Әрекетте. Істеу керек қой, болды ғой. Енді мынандай мәселе бар да, қазір енді интернет, инстаграм, успешный успехты көрсеткен кезде не айтады жаңағыдай, зачем ты работаешь на дядьку? Өзіңе би, өзіңе бол дейді да, мысалы. Сол нәрсе көп агитация жасалынады. Мысалы, мен өте көп, мен жұмыс опытым, это наемная работа. Я понимала, что оған опыт керек. Өліп істедік қой. Наемный жұмыс істедім мен. И карьера қылдым кәдімгідей. Сатудан бүкіл процесстер, бизнес-процесстер. У меня была цель, я хочу большие деньги, я хочу большой бизнес. И мен ана жаңағыдай өлер-өлместің күнін көп жүрген кішігірім кәсіпкер болғым келмеді, а оған сен опытың болмаса сен оны істей алмайсың. Поэтому я намеренно шла в большой бизнес, поработать. Үлкен корпорацияларда жұмыс істеп көрдім, қалай үлкен миллиардтар қалай жасалынады деген сияқты. Барып ішінен көріп, мына жерге менің тісім батпайды екен деп қайтып кеткенсің ғой. Но есть другие, то есть сен уже насмотрен содан көп болады да, и сен өзің бір нәрсе жасаған кезде оңайырақ та, кәсіп жасаған кезде. Любой успешный адамды алып қарасаң, олар өте мықты компанияларда жұмыс жасаған басында. Ол факт. Иә, фундамент мощный болады ғой. Мен мысалы түріктер мен қазақтар ашқан жаңағыдай ет сататын компанияда жұмыс жасадым, Meat Production and Service деген. 5,5 жыл жұмыс істедім. 5,5 жыл тек қана етпен сату отделениесінде болдым. Отдел продажаның директоры болдым. Постоянно продажа, сату. И мен жеке кәсіпкер болып шыққан кезде қиын болды, бірақ мен сатудың арқасында, саталғаным арқасында мен кәсіпкер болып кеттім да. Если саталмасам, қаталдым ғой. Жақсы, оны еттік. Негізі сіздер күштісіздер негізі, қызықсыздар. Андай, потому что қазір енді көп массаларды, көп адамдарды түсіреміз ғой съемка кезінде. Прямо айтуға қорқады. Мынау не деп ойлайды, мынау бүйтіп ойлап қала ма, туған туыс не істейді, мынаны бүйтіп шығарсам не істейді, қорқады да бәрі. А сіздер типа даже Нұрекен ана видеосын көрді, мә деген видеосын көре, қырылыққа көре, мен оқырмандарымды алдағым келмейді вообще. Қанша мың адам қарап отыр да, дұрыс тәрбие бергім келеді жастарға. И болды просто. Не хочу обманывать. Маска киюдің не қажеті бар? Өтірік алдап оларды. Негізі Жаңа біреу не дейді екен, туыстарым не дейді екен, достарым не дейді екен деген адамдар өмірде шынайы емес та. Сен бетің ашық емес, значит достарың мен туысқандарыңның алдында. Мен тура осы ойымды мен үйде ата мен енем, өзімнің қайын жұртымда да айтып отыра беремін. Өзім әке-шешеме, любой танысым алдында осыны айтамын. Танымайтынымның алдында осыны айтамын. Сондықтан да мен өз ойымды айта беремін. А значит, люди носят маски, жаңағыдай өтірік, басқа әңгіме айтады, күйеуіне басқа әңгіме айтады, достарына басқа әңгіме айтады, туған туысқа басқа әңгіме айтады да, енді өз ойыңды осы жерде айтшы деген кезде, ой, басқалар не дейді екен, басқалар отырып нервничает. Смысл? Онда бір жастарға бір кеңес болсын. Кішігірім. Не істесін Қандай олар? жастарға? Смотря на что? Запрос енді. Білмеймін, сіздерге ұқсағысы келетіндер бар ғой. Фанатить етіп жүргендер де бар. Постоянно көріп жүргендер де бар. Лайк етіп, давайте деп. Негізі сіздерде бұған қалай жеттіңіздер? И в целом советті даже былай болса күшті еді. Бір жағынан Илон Маск андай Марсқа адамды апарамын деп жатыр ғой. Бір страшный бір мақсатымен. Иә. Бір күні ол Илон Маск апарады, сөз жоқ адам. Тесла бәрінің акциясы, SpaceX-ның акциясы жестко өседі да. Мүмкіндігінше сіздерде өздеріңіздің бір мақсаттарыңызбен, құндылықтарыңызбен бір бөлісіп кетсеңіздер, қаяққа кетіп баратсыздар, не үшін ояққа кетіп баратсыздар,
в целом куда идем дегенде. Сіз айта беріңіз. Мен айтамын ғой мен сосын. соңғы 5 жылда осы инфобизнестемін ғой. Біз именно әйелдер қауымына өте көп осы даму жайлы жұмыс істеңдер, ақша табыңдар деген нәрсені идеяны айтып жүрмін да. Бізде қоғамда өкінішке орай әйел адамның құқығы өте қатты тапталады. Өкінішке орай ол сондай. Оны тек еркектер жасамайды, оны әйелдер өздері жасайды сосын. Я сейчас не обвиняю мужчин. Это вот мен даже көп айтамын эфирлерде, әйелдің жауы әйел деп ше. Бір-бірін тапит еткенде өлтіреді ғой әйелдер ше. Әйелдер өздерін бір-бірін тапит еткен кезде это сондықтан да осы мәселеде біздің ментальностьте осы нәрсе көп болғандықтан мен пайдалы болатын ол тек қана жаңағыдай менің ақысыз немесе ақылы бір курстарым, марафондарым немесе интенсивтерім емес, одан бөлек жақсы бір проектілер жасағым келеді. Сондықтан да мен 39 жасқа келіп жаңа білім алғым келеді и работать в эту сторону. Voice of менің пиарщиктерім маған распаковка жасаған кезде они меня спрашивают, біз 2 айдай жаңа интервью алды ғой менен. Қайта сен осыны не үшін істейсің, сен осыны не үшін істейсің. Мы собирали вот эту всю информацию. Реально мен мына тұстағы жаңағы теперіш көп жүрген әйелдің де ситуациясын білем, а наоборот өзі абьюзер болып басқаға күн көрсетпейтін де әйелдің ситуациясын білем. Иә? Сондықтан да осы мәселеде айтады да, мен екі жақты да білем, екі жақты да көргем ол проблемалардың бәрін. Осы нәрсені мен көп айтам. Айтады да, сіз қазақ әйелдерінің дауысысыз ғой дейді да. Поэтому олар маған осындай упаковка беріп отыр. Voice of Kazakh Woman, осы мәселеде жұмыс істеп, осы мәселеде әлеуметтік проекттер жасағым келеді, осы мәселеде кәсіптер жасағым келеді. Сондықтан да үлкен нелерім бар, осындай пландарым бар. Жаңа big idea дейді ғой. Кезінде Фордта да арман болды ғой, барлық американец машина мінеді деген. Жетті ғой, енді өзі жетпесе де басқалар мінді ғой мысалы да. Сондықтан да сол сияқты қазақ әйелдерінің өзін сыйлағанын, бақытты болғанын қалаймын. Енді мен айтайын ба? Иә, сіз айтшы. Енді біз ет кәсібін дамыта береміз. Ет кәсібін дамытамыз. Одан кейін қазір мен де инфобизнеске кіріп кеттім. Жасайтын болдыңыз ба? Мен соңғы сіздің стористарыңызға қарадым, что-то бетіңіз қайтып қалған сияқты ма, сөйтіп істемей қоям екен деп ойладым ше. Жоқ, Нұркен и Данияр деген бір жігіт келді, Нұрке сіздің негізді курсыңыз шығарайық деп. Бұл жерде мақсат, мысалы, әрбір ауылдан келген жігіттер, чтобы духом не падали, үлкен қалаға келген кезде хотя бы мен сияқты өмір сүрсін деген сияқты девизбен шыққан негіз курс. Кішкене бірінші бизнес жасайын деп жүрген или бизнес жасап атқан, сауда жасай алмай атқан адамдарға сондай курс шығардық. Личный бренд деген шығардық, жеке бренд деп. 600 адам басаттық. Көрдім отчетыңызды. Иә, 600 адам 2 миллиондай ақша таптым. Енді екінші потокты түсіріп тастадық. Екінші поток ойлап отырмыз, бағасын 150 мыңнан қоямыз ба дедік та, сосын мен кеше айттым балдарға, хотя бы 70 мың болсын, 70 мыңнан 2 мың адамға сатайық деп. Жалпы менің өзім просто халыққа пайдамыз тисе деген. Қарын тоқ, бизнес орында, әйтеуір қазір өмір сүріп атқан жастарға или өзім қатар ровесниктерге, менен үлкен адамдарға, бір жолын таппай жүрген адамдар әйтеуір жолын тауып кетсін деген мақсат қой бізде. Күшті. Үлкен алғыс келгендеріңізге. Өте мысалы біз әдейі мүмкіндігінше, наверное, әртүрлі адамдар шақыртуға тырысамыз. Өте, возможно, кейбіреулердің ойымен менің ойым сәйкес келмеуі де мүмкін, кейбіреулердің осындай да өз ойымды қосуым да мүмкін. Но бірақ барлығын түсіну үшін әр адамның қалай ойлайтындығы, ол бекерден бекер емес та, оны осыған дейін өтіп кеткен өмірі бар, өзінің принциптары бар. Сондықтан барлығына қалай дұрыс көзқараспен қарауға тырысып жүрміз да. Сондықтан сіздерге үлкен алғыс. Это классно сіздерде персонаждардың барына Инстаграмда, ТикТокта. И всегда сондай необычный қалыптарыңызда жүре беріңіздер. Біздің студияның аты да, подкасттың да аты Қорап болады, бұйырса. Қорап демекші бізде бір кішігірім сыйлықтары бар. Ана жерде бір қорап бар еді, ар жағында, сыртында. Бересіз ба? 2 коробка береді. Негізі өте күшті, хоть зажаты болсақ та, кішігірім қобал жасақ та, әйтеуір бұл алғашқы шаг болсын. Бірдеңе айтайыншы Алмас? По поводу
мысалы өте көп хейт бар да, нұрболмаса да бар, бізде де бар, любой инфобизнесменде бар да. Егер сендер халықтың жағдайын ойласаңдар, неге біліміңді былай ашық тегін айтпайсың деген. Тегін бермейсің деп па? Иә, осы возражение жауап кетейікші, неге? Иә, тегін бизнес, тегін білім, ол білім емес қой ол. Сосын мысалға да Ақша төлеген адам өліп оқиды ол. өліп оқиды біріншіден. Сосын ақша төлеп оқитын адам, ода кішкене жаңағыдай түйсігінде бірдеңе бар да. Онда мен бір нәрсе алсам, мен ары қарай мен дамимын деген не бар да. Атақ тегін берсе, я мен көрейін, если ұнаса ұнайды, ұнамаса ұнамайды деген адам изначально ештеңе істемейді. Сондықтан бұл үлкен мотивация. Мен ойлаймын, кәсіпкерлер өздерінің ойларын бөлісіп жатса, міне мен саған көрсетейін, айтайын, жаңа кәсіп бастауды, сауда жасауды үйретейін десе, почему нет? Неге сата алмасқа? Конкретно менде ондай не болған жоқ. Біз енді как слепые кошки, мы сами кәсіпке неге баратын кезде біз үлкен бизнестен үйлендік. Сөйтіп барып қорқа өзің былай жеке шығасың да. Мен тегін вообще жүрмеймін. Тегін жүре бересіз бе тегін? Тегін вообще жүрмеймін. Если бір жерге шақыратын болса, ақша төлемесе бармаймын. Мен сізге тегін келіп тұрмын да қазір да. Просто сіз адам ретінде ұнайсыз да маған. От души, постоянно жизнерадостный, анау-мынау болғаннан кейін келдім да. А так, любой предложениеге ақша сұраймын. Почему? Потому что, білмеймін мен, тегін барсам от души жасай алмайтын сияқтымын ше. Ол өтірік қой. Иә, если ақша алсам, беріліп істеймін да. Беріліп, бәрін істеп, от души барып жауап конкретно упаковать етіп қаламын да. Ол нормальный нәрсе де, мысалы үшін мамаң сені жұмсайды да. Ыдыс жуып қойшы балам дейді да, сен жуғаннан кейін молодец бала, молодец, жуамын сол десе, қуанып қаласың, Әрине қуанып. А сен ыдыс жуғаннан кейін ше, жудың ба, жуып болдың ба? Бар енді, сабағыңды оқы десе, как тебе будет? Нет, поэтому вопрос тегін мәселеге мен де аузымды ашсам ақша алғым келеді. Извините. Иә, сол үшін. Мы для этого пашем, понимаешь? Да. Енді сіздің бастап жатқан жобаңыз құтты болсын. Бәрі жақсы болсын, подписчиктеріңіз көп болсын, лайктарыңыз көп болсын. Енді мен компаниямнан бір нәрсе подарок етейін сіздің подкастыңызға. Не дейміз, хана сорти берейін. Хана сорти ма, мега сорти ма, білмеймін. Бір 5 адамды тамақтандырайын. Өзің комментарияны таңдап аласың, ішінен кім жақсы комментарий жазады. Соған 5 адамды хана сортимен тамақтандырайық. 5 адамға бір примерно 2 хана сорти бір 70-80 мың теңге отырып кетеді примерно. Подарок бізде. Өте ризамын. Біз бұны астына мақтап комментарий жазған адамдарға Нұрекене барып, от души тамақ жеп қайтамыз. Өте күшті негізі. Мен шынымен де ана тегін беру жайында да бізде 2 пакет бар ғой, бір айтатын. Біреу если ол услуга 50 мың теңге болған кезде адамдар тіпті съемкаға кешігіп келетін еді да. Андай болады ғой бір. Даже 350 мың теңге деп қоямыз, сондықтан адамдар вовремя келеді, сенде сыйлайды, и олмен жұмыс істегенде приятно, неғұрлым көбірек төлесе. Ол шынымен де оған келсем. Ол 100%. Потом тағы бір нәрсе қалып қалды деймін. Если Инстаграм дым жоқ, не істер едіңіздер? По-любому сатуға кететін сияқтысыздар, екеулеріңіз, иә. Базардамыз ғой примерно. Базардасыздар ма? Спокойно, сатуда вообще любой нәрсе сата беремін. Услуга. Мен есен таймауға да өтірік ағылшынша сөйлеп кіріп кете беремін. Мен любой жерде, Гуччида жүрдейсің, Прадада жүрдейсің ғой, консультант болып ше. Инстаграм болмаса вообще проблема жоқ. Әлеуметтік жүру вообще проблема жоқ. Ана жол бір жігіт айтады да, Нұреке, ана бір бизнесменмен кездестіріп бересіз ба, сіз танисыз ғой, жақсы тұрасыз ғой дейді. Мен айтамын $2000 деймін де. $2000 төле, мен кездесіп беремін деймін де. Алады да Каспийға лақтырып жібереді $2000. Мен аламын да кездесу ұйымдастырып жіберемін. Просто біздің жастар өздерін сата білсе, жұмыс істей алса, ойбай сату керек екен деп сата бермеу керек. Ол еще өз ісінің маманы болу керек. И маманы бола тұра сата білу керек өзін. Мен жастарға айтарым, сол негізінде әңгімені тоқетер. Өзіңді сат. Өзіңді сат, бірақ сата беру емес, бірақ өз ісіңнің маманы болып сат да өзіңді. Пустышка емес та жаңағы. Пустышка сатпаңдар, серьезный нәрсе сатыңдар болды. Не болды ау деймін, мен не береді? Опа, Нұреке. Давайте. Что это такое? Қымыз ба? Бізде қорап деп сол ішінде Не бар ішінде? бар.
скоро болған логотип несін әлі салмадық, өкінішке ұшып жатыр. Біз қазақша контент үшін ғой. Ішіп көрейін, бәрі аша беріңіз. Ол жерде құрт жеп тұрмыз ғой, қарны ашып кетті как раз. Жақсы, не подкаст деген. Негіз бар ғой, анда мен андай подкаст шығарғым келіп жүрген бизнесмендер бала шағасын қалай тәрбиелейді деген. Шығарыңдаршы сондай. Біз негізі семейный подкаст деп жіберейін деп едік. Что-то адамдар келіспей жатыр. Біз бүйтіп ойлағам. Мысалы, бала шағасын бизнесмендер қалай тәрбиелеп жатыр да? Не тәрбие береді бала шағасына? Как это мило. Офигенно. Откуда это все? Смотрите, как классно. Да. Настоящий, да? Кімдер мынау? Кім бұл? Аты жоқ, заты жоқ. Сендер білетін ба? Базардан жинап шықтыңыз ба дейсіз? Жоқ, біздің проект емес, біз готовый сатып алдық. Скоро проект болады. Вкусно. Бізде барлығы качественно болмаса, мен андай перфекционизм ондай. Жек көрем да, не до конца болып қалса, или белгілі бір зат дұрыс болмай қалса, всегда качество жұмыс істегендіктен. Бәрі сапалы болу керек, ата болмайды. Андай бар ғой, қазақбай деген түсінік ше. Кейбіреу айтады, қазақбай деген наоборот бір некачественный заттарды беріп қояды да. Наоборот, қазақбай деген бір ең идеальный, ең мықты заттарды беру керек та. Одан олар тек қана қазақша сөйлеп тұрып әңгіме айту керек та, мә деп тұр. Негізі бар ғой, жақсы дамып келе жатыр, қазақи темалар жақсы дамып келе жатыр, жақсы жағына. Скоро вообще бұл ресторандар мощный. Сандық бастап берді, ары қарай киетті, короче. Қазақи ресторандар. Несіне бардыңыз ба ауылға? Ауылға бардым, хиппийский, да? Нариман, да? Көшпенділер стильде ғой. Мне понравилось, мне зашло. Хипстерский, да. Ну, тұрған жері әдемі, ішінде дизайны мощный. Ну, тамағы ұнамады маған. Сізге сандық ұнай ма? Маған сандық ұнайды, бешбармағы ұнайды сандықтың. Бешбармақтан. Да. Әке-шешеміз үйіне ұзақ уақыт бешбармақ жемесек сандыққа барып жеп келесің ғой? Бешбармақ жеуге барайық. Прямо тема. Қарны аштырып жеген. Тұрайық, ай отырып алдық қой. Кетпейді. Телефонды алайық дегенсің ба? Кетпейді дейсі. Кетпейді, отырып алғансың. Күшті.